Россия болып кетті ғой. Россиямен жауласпайды, жауласа алмайсың. Бүкіл біздің мұнайымыз бәрі Россияның қолында. Сол арқылы барады шетелге мұнайымызды. Россия жауып тастаса, біз мұнайымызды қайда жібермей қаламыз. Сондықтан астық бәрі де Россия арқылы барады шетелдерге. Бәрі қазына байлығымыздың бәрі. Сондықтан Россия мұнын жауласып, кейде осы Россиядан бір жолата Аларханды кессе қайтеді дейді. Россия ол Аларханды кескенді қаламайды. Тіпті біздің баяғыда латын алфавитіне көшеміз дегенде Путиннің саясатын қолдап метроларда орыс қарағалды сөйлей бастады ғой. Вот міне Тоқаев латын әрпінде көшейін деп отыр. Бізден кириллицадан бөлінетін деп отыр. Бұл Россиядан бөлінудің алғы